Білім алушыларға арналған күнделік есеп құжаты. Күнделік есеп құжатын көру үшін жүйеде келісілді статусында тұрған жоспарды ашыңыз. Ашылған бетте лентадағы күнделік есеп батырмасын басыңыз. Жүйеде күнделік есеп құжаты ашылады. Құжат 3 бөлімнен тұрады. Күнделік есеп. Кафедраның практиканы бағалауы. Комиссияның практика нәтижесін бағалауы. Білім алушы тарапынан тек күнделік есеп бөлімі толтырылады. Қалған 2 бөлімді практика жетекшісі толтырып келіседі. Күнделік есеп құжаты. Құжат 3 бөлімнен тұрады. Күнделік есеп. Қауіпсіздік ережесі және контрагенттің қорытындысы. Күнделік есеп бөлімі титул парағынан, практика бойынша жұмыс жоспарыңыздан, ондағы тапсырмалардан және практика жетекшісі тарапынан білім алушының қабылданған нәтижелерінен тұрады. Яғни, сіздің жоспарға енгізген нәтижеңіз автоматты түрде күнделік есепке түсіп отырады. Екінші блок қауіпсіздік ережесі. Қауіпсіздік ережесін толтыру үшін блокта көрсетілген қосу батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде қауіпсіздік тақырыбының мазмұнын енгізіңіз. Ай мен күнін таңдап қажетті мерзімді көрсетіңіз. Содан кейін қосу батырмасын басыңыз. Блокқа кемінде бір жазба енгізсеңіз жеткілікті. Жазбаны түзету қажет болса, әрекеттер батырмасын басып, өзгертуді немесе жоюды таңдаңыз. Үшінші блок контрагенттің қорытындысы. Бұл бөлім құжатты келісуге жібергеннен кейін толтырылады. Құжатқа қол қоюшы тұлға, контрагент өз тарапынан қажетті ақпаратты енгізіп, құжатқа қол қойғаннан кейін аталған бөлім жүйеде автоматты түрде көрсетіледі. Яғни, білім алушы тарапынан күнделік есеп пен қауіпсіздік ережесі толтырылады, ал контрагенттің қорытындысы құжат келісуге жіберіліп, контрагент тарапынан толтырылып, қол қойылғаннан кейін автоматты түрде енгізіледі. Құжатты келісуге жіберу үшін келісуге батырмасын басыңыз. Ашылған келісуге жіберу терезесінде контрагенттің аты жөнін енгізіп, оның сертификат түрін таңдаңыз. Контрагенттің сертификатын алдын ала анықтап алған жөн. Бұл контрагенттің жүйеде құжатқа дұрыс қол қоюын қамтамасыз етеді. Контрагент дегеніміз сіздің практиканы өтіп жатқан ұйымнан тәжірибе жетекшіңіз, практиканы өтуге арналған келісім шартты жасаған сәтте шартқа қол қойған тұлға. Егер шартқа ұйым басшысы қол қойып, сіздің тәжірибе жетекшіңіз ұйымдағы басқа қызметкер болған жағдайда, алдымен сол тұлға жүйеге ұйымның атынан берілген ішкі құжат айналымы үшін ГОСТ немесе жеке тұлғаның сертификатымен тіркелуі қажет. Кейін келісуге жіберу терезесінде сол тұлғаның аты жөнін енгізіп, жүйеге тіркелген сертификат түрін таңдап, құжатты келісуге жібере аласыз. Құжат статусы келісуде болған сәтте, сіз енгізген қауіпсіздік ережесі құжатқа автоматты түрде орналасады. Ал статус келісілді болғанда, контрагенттің қорытындысы да құжатта қалыптасады. Күнделік есеп құжатының скан нұсқасын жүйеге жүктеу. Егер контрагентке келісімге жіберілген құжатқа қол қою сәтінде қандай да бір қателер орын алса, немесе бастапқы кезеңде контрагент жүйеге тіркелуге қарсылық білдірсе, күнделік есеп құжатының скан нұсқасын жүйеге жүктеуге болады. Ол үшін құжат құрылды статусында тұрған сәтінде лентада орналасқан құжат сканын жүктеу батырмасын басыңыз. Сізге растау терезесі ашылады. Ашылған терезедегі талаптармен танысыңыз. Талапта көрсетілгендей контрагент жүйеде құжатқа қол қоймаған жағдайда күнделік есеп, қауіпсіздік ережелері және контрагенттің қорытындысы бөлімдерін біріктіріп, бір PDF файл ретінде жүйеге жүктеу қажет. Бұл бөлімдерде әрқайсысында контрагенттің қолы қойылып, ұйымның мөрі басылған болуы тиіс. Құжат құрылды статусында тұрған кезде, күнделік есептегі тәжірибе бойынша жұмыс кестесінде әрбір тапсырма бойынша нәтижелер енгізіліп, олар практика жетекшісі тарапынан қабылданғаннан кейін, қауіпсіздік ережелері бөліміндегі қосу батырмасын басыңыз. Ашылған терезеге қауіпсіздік ережесінің мазмұнын енгізіңіз. Енгізілген ақпарат жүйеде күнделік есеп құжатына автоматты түрде қалыптастырылады. Ашылып тұрған бетті бірнеше рет жаңартып алыңыз. Құжатты қайта тексеріп көріңіз, орындалған жұмыстар мен қауіпсіздік ережесі құжатта көрсетіліп тұруы тиіс. Қалыптасқан құжатты сақтау батырмасы арқылы құрылғыңызға жүктеп алыңыз. Жүктелген құжатты контрагентке қағаз түрінде ұсыну арқылы оған контрагенттің қолын қойдырып, ұйымның мөрін бастыру қажет. Сондай-ақ контрагенттің қорытындысы бөлімін жазбаша түрде толтырып, оған контрагенттің қолын қойдырып, ұйымның мөрін бастырыңыз. Аталған 3 бөлімді біріктіріп, бір PDF файл ретінде жүйеге жүктеңіз.
Файлды жүйеге жүктеу үшін құжат сканын жүктеу, жалғастыру батырмасын басыңыз. Одан кейін құрылғыңыздан дайын файлды жүктеңіз. Жүктелген құжат практика жетекшісіне тексеруге жіберіледі. Тексерілу сәтінде қандайда бір қателікті байқаған болсаңыз, сканды жою батырмасын басып, құжатты қайта жүктеңіз. Практика жетекшіңіз құжатты қабылдаған болса, статус келісілді болып өзгереді. Түзетуді талап еткен жағдайда, сізге жетекшінің ескертуімен жүйеде қайта хабарлама келеді. Пікірді назарға алып құжатты түзетіңіз және қайта жүктеңіз. Күнделік есептің статусы келісуде болып өзгергеннен кейін, контрагент құжатқа қол қою кезінде қандайда бір қателік анықталып, құжатқа қол қою процесі жүйеде жүзеге аспаса, құжатты скан түрінде жүктеу талап етілген жағдайда, келісуде статусындағы күнделік есепті ашамыз. Ашылған бетте күнделік есебінің құжатын сақтау батырмасын басамыз. Жүктелген құжатты қағаз түрінде контрагентке тапсырып, оның қолы мен ұйымның мөрін алу қажет. Контрагенттің қорытындысы бөлімінде жазбаша түрде осы құжатқа қосу қажет. Аталған бөлімдердің барлығында контрагент қолы мен мөрі болсын. Келесі кезеңде құжат ақпараты терезесін ашып, қосымша әрекеттер бөлімі арқылы құжатты қайтарамыз. Қайтарылған құжат бетінде құжат сканын жүктеу батырмасын басып, контрагенттің қолы мен мөрі бар скан құжатты жүйеге жүктеңіз. Келесі кезеңде құжатты тексеру және келісу процесі алдыңғы көрсетілген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.